Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте дәмді, керемет болып шығатын рулет самса дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен тауықтың төс етін ұсақтап төртбұрыштап тураймыз. Қызыл және жасыл бұрыштарымызды да ұсақтап төртбұрыштап тураймыз. Табамызға майымызды құйып, тауықтың төс етін, ұсақтап туралған помидор, көк және қызыл бұрышымызды салып, жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Начинкамыз дайын болғаннан кейін суытуға тарелкаға салып қойып қоямыз. Ал енді қамырымызды дайындаймыз. Ыдысымызға жылы су, тұз, қант, ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды аз-аздан елеуіштен өткізе отырып қосамыз. Ең алдымен венчикпен немесе қасықпен араластыра отырасыздар, сұйық масса қою болғанша дейін. Ұнымызды аз-аздан қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Бізде қолға жабыспайтын, бірақ жұмсақ қамыр шығуы керек. Бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қоямыз. Жарты сағат уақыт өткеннен кейін қамырымызды алып, бірдей 3 бөлікке бөлеміз. Қамырмен жұмыс істемес бұрын міндетті түрде қолымызды сумаймен майлап алғанымыз жақсы болады. Осылай дөңгелектеп шарик жасап, қамырымызды дайындап аламыз. Сосын әрбір шарикті осылай қолымен жұмсақтап жайып шығамыз, ақырын баса отырып. Арасында қолыңызды майлап алуды ұмытпаңыз. Қамырымыз жұқарған соң сәл еріген сары майды жағып шығамыз. Сары майымызды біркелкі етіп жағып болғаннан кейін қамырымызды екіге бүктейміз. Видеодағыдай бүктелгеннің үстінен қайтадан май жағамыз жақсылап. Ол қамырды конверт қып тағы бүктейміз. Целлофанға орап жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Жарты сағат уақыт өткеннен кейін қамырымыз дайын. Жайып, ішіне фарш сала бастаймыз. Ұн сеуіп отырып, қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Және де суыған начинкамызды 3 бөлікке бөліп, әрбір бөлікке салып шығамыз. Сосын видеодағыдай орап, рулетімізді орағанда осы видеодағыдай екі жанын жақсылап бекітеміз, начинкамыз шығып кетпес үшін. Және де осындай қиғаш сызықшалар жасаймыз. Орап болғаннан кейін оның да аяқ жағын бекітеміз міндетті түрде. Сосын бетін жұмыртқаның сарысымен әрлеп, 180 градуста 40 минутта пісіреміз. Қалауларыңызша күнжітпен әрлесеңіздер болады. Міне осындай керемет рулет самсамыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.